Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар, әжелер, аталар. Қазақ халқының ауыздан ауызға ауызша тарап, біздің дәуірімізге дейін жеткен шығармалар, әндер, жыр дастандар бабаларымыздан мұра болып қалған. Ауыз әдебиеті ғылымда фольклор деп аталады. Фольклор ағылшын сөзі. Дәлме-дәл аударғанда халық шығармасы, халықтың ауызша шығарған көркем сөздері деген мағынаны береді. Сазгер клубының жыр сағатына ауылдың алты ауызы тақырыбымен ел арасында кеңінен тараған дәстүрлі халық әндерін дәріптеу мақсатында ұйымдастырылып, жасөспірімдерге үлгі насихат ретінде ұсынылады. Шарамыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Панфилов ауданының құрметті азаматы, Көктал ауылының ардагерлер қоғамының төрағасы Сұлтанғұлов Сайлау Тұрлығазұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Қазақ әндерін дәріптеуші Шаймерденов Жұмабай аға. Қош келдіңіз аға. Гүлдерай мәжелер ансамблінің мүшелері. Қош келдіңіздер. Ауылдың алтауызы дәстүрлі қазақ қоғамында үйге келген қонақты қолқалап, қонақ кәде айтқызудан бұрын ауыл адамдарының үйелерінің өздері айтып беретін өлең жыры. Қонақ тамақ ішіп, тынығып болған соң ауыл адамдарының ауылдың алтауызын айтып, қонақтың көңілін көтеруге тырысады да кезекті қонаққа беріп отырған. Қонақ не өлең, домбыра тартумен немесе ертек айтып, қонақ кәдесін жасауды шарт болған. Кәде орындағаннан соң ән айту үлесі өнерпаздарға тиіп, отырыс ойын сауыққа ұласып отырған. Қазіргі кезде негізінен ауылдық жерлерде сақталған. Ауылдың алтауызы дәстүрі бойынша қонақпен қонақ кәде сұраудан бұрын үй иесінің кәдесі ретінде Көктал ауылдық мәдениет үйінің әдіскері Жылқышева Мейрамкүлдің орындауында ән сұраймыз.
ауылымыздың тұрғыны, жаңа айтып кеттім, Панфилов ауданының құрметті азаматы, ауылымыздың ардагерлер қоғамының төрағасы сайлауға өзіңізде бір ауыз сөз осы ауылымыздың 6 ауыз туралы әңгімелеп берсеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, құрметті ауылдастар, құрметті жерлестер. Біз көтеріп отырған тақырыптың ауылдың 6 ауызы деген тақырыптың ауқымы кең. Оның ауқымының кең екенін біз қазақ халқы кең даланы жайлаған, кең мекенде орын тепкен халықпыз. Біз ауылдың 6 ауызында қазақ халқының салт дәстүрін, мәдениетін, жалпы халықтың өнерін бағалайды. Бұл неге осы ауылдың 6 ауыз деп айтады? Жалпы қазақ халқы бір ауыл мен бір ауылдың арасы кәдімгі үлкен алыс болған. Оның кейін қыз алысады, қыз беріседі, құдандалы болады, ел болады. Келген адам алдымен сол ауылға келеді. Бұл ауылдың қандай ауыл екенін, қай жерде орналасқанын, қандай жерден батырлары шыққаны, ол ауылдың атақты жаңағы билері болғанын, сол келген ауылға ауылдың 6 ауыз дәстүрінде соны қысқа түрде айтып өтеді. Мысалы соған дәлел кезінде, мысалы біздің ауыл текшенің етегінде дейді. Сол өлеңді айтар кезде ол ауылдың сол текшенің етегінде отырғанын бағалай айтып өтеді. Көрдіңіз ба? Сол ауылдың 6 ауызында сондай жерінің отырған мекенінің, мысалы бір не бар әлгі, біздің ауыл тағы айтады ғой, менің ауылым болған Сырымбет даласына дейді. Онда да мысалы ауылдың Сырымбет ауылының маңына орналасқанын айтады. Ол жерде ауылдың 6 ауызында тек жаңағы ғана ауыл емес, сол халықтың өткен батырларын, немесе сол ауылдан өткен би шешендердің өнегелі сөзін, өрнекті жаңағы өлеңдерін, сол ауыздың 6 ауызында тек қана әнмен емес, ол жерде тек жақсы сөзбен, жақсы әдет ғұрыппен жеткізіп отырған. Ал енді оның ішінде былай айтса болады. Мына қазақта айтады, қазақтың сөзі мен сазы дейді. Бір шетелдің нелер айтып кеткен екен. Қазақтың сөзі мен сазы қазақтың боз жусаны мен боз торғайының даусында естіледі дейді. Көрдіңіз ба? Қазақтың әнінің даусы. Оған өздеріңіз кеше ғана куә болған Димаштың даусын көріңіздер. Ешбір жерде, ешбір халықта болмаған дауыс. Ешбір дүниенің қанша мемлекеті біздің қазақ халқының баласының дауысын қалай бағалап жатыр. Сол дауыс біздің қазақ халқында бар. Ал өнер де, саз да, сөз де қазақ халқында болған. Сол ауылдың 6 ауызында соның бәрін дәріптеп, мысалы құдалы болса, жаңа күйеуіне болса айтады, қандай жерден қыз алып отырсың дегенде, біздің ауылдың жаңағы батырларын, билерін соны дәріптеп айтып отырған. Бұның мағынасы өте терең. Сол себептен ауылдың 6 ауызы деп айтады. Рахмет. Бүгінгі сазгер клубымыздың қонағы, өзіміздің осы Көктал ауылының тұрғыны Шаймерденов Жұмабайға қонақ болып келіп отыр екен. Аға, өзіңізден деп бір ән 6 ауыз. 6 ауыз деген енді өте керемет, жаңа Сайлау ағамыз айтып кетті. Енді бізде жас кезінде кішкене өлең серік қылып жүргенбіз. Бүгін енді өзіміздің жетісудың өңірінен шыққан атақты әнші Дәнеш ағамыздың бір ауыз өлеңін айтып берейін. Айтып жүрген Саясын Далман деген өлең. Рахмет. Özgün dal seni geçey Jağlığınday boynunda Alağaçta sayasın Gelip avcarmasın Torunumda Körüdüm gülüdürü Cana başlar Sayasın doğ alma
Kara gözlü uktun kıyıyor, sırlarından tirin ay, balbıray balka konur uyuyor, sevresin kaşan tüngüday. Oy. Sol gönüm koy men ılgı, hazırdır özüm dağa uşaktaysın, kızıp durgan sayasında Kömdeyi körüp sevdim o, kıyıp gitti. Kaldı üstüstü kevdemde, esim tuğan sayasında Kara gözlü uktun diyor, sırlarından terin ay, balbıray balka konur diyor, sevdesin kaşan tüngüday. Oy Rahmet. Vaqt bolsa konsert kıtından manejetsin. Ya. Medallardan. Екеуінде Ал дауыс. енді келесі қонақтарымызға көшсек, осы көктал ауылдық мәдениет үйінің жанынан көп жылдан бері ашылып, өздерінің қызметтерін атқарып жүрген Накүлдер Аймажер ансамблінің мүшелері бүгін келіп отыр бізге қонақ болып. Енді сіздер осы ауылдың алты ауызын дәріптеп жүрген ансамблінің бірі болып саналасыздар. Әжелер, ондай сіздерден бір қонаққа ретінде ән сұрайық. Қаламалық қолыма жазамын бар, өзім арзан болсам да сөзім қымбат бейуайдай. Бекер қарап отырған жарамайды, қар өлеңмен айтайын аз насихат бейуайдай. Былтырғы мен биылдай қолда жоқтың қиынай, ұстараның жүзінде аударылған дүние-ай. Жүруші едік той-тойлай, торғын белбеу бір байлай, әдей іздеп келгенде сөйлесейік ыңғайлай. Қарғамын қолыма қарамалық, сенің берер жауабың маған анық бейуайдай. Сыбайласың кім болар кеп жүргенде, бәйгатындай тұрыпсың тағаланып бейуайдай. Былтырғы мен биылдай қолда жоқтың қиынай, ұстараның жүзінде аударылған дүние-ай. Жүруші едік той-тойлай, торғын белбеу бір байлай, әдей іздеп келгенде сөйлесейік ыңғайлай. Қаламасам қолыма қарысады, бәсекеме қос жүйрік жарысады бейуайдай. Жүйрік жайын қалқан гүлай жайын, біреу озып біреуі қалысады бейуайдай. Былтырғы мен биылдай қолда жоқтың қиынай, ұстараның жүзінде аударылған дүние-ай. Жүруші едік той-тойлай, торғын белбеу бір байлай, әдей іздеп келгенде сөйлесейік ыңғайлай. Әдей іздеп келгенде сөйлесейік ыңғайлай. Ой, рахмет. Осы ансамбль мүшесі Күлімхан тәте, енді осы алты ауыз туралы не айтар едіңіз ауылдың алты ауыз? Енді менің алдымда да не айтып жатыр, ауылдың алты ауызы деген
қазақ халқымыз той думанмен өткен ғой. Той деген, думан деген осы қазақтың жаңағы халықтың дәстүрін көрсететін жер. Алтауыз деген мысалы бір қонағың келіп жатса, қонаққа де сұраймыз. Сонда олар айтады бізге, ой, мына ауылдың алтауызын сіздер бастаңыздар деп. Сонымен біз жақтан жаңағы қонақтарға халықтың алтауыз айтып береміз әнін. Қонаққа дейсін жасап айтамыз. Ол кісілер бізге жауап қайтарады. Сонымен той думан жалғасып, таңнан таңға бұрынғы ата бабаларымыз таңнан таңға айтыс өлең айтып тамашалаған. Енді сол ауылдың алтауызы деген қонақ кәде. Қонақ кәде ол. Енді сіздер енді осы ансамбль ретінде сол ауылдың алтауызын дәріптеп жүрген әжелердің бірі сіздер ғой, енді мен солай түсінемін, қаншама жылдан бері өзіміздің ауылымыздың мәдениетін көркейтіп, көтеріп, алға тартып жүрген осы әжелер ансамблі. Көптен көп рахмет сіздерге. Сіздерге денсаулық, осы әндеріңізді ылғи шырқап, ауылдың алтауызын дәріптеп жүре беріңіздер. Ауылдың алтауызы әдетте сол өнерге кең таралған қара өлең, жыр, ән күйлерден тұрады. Ауылдың алтауызы жастарды өнерге баулуға, олардың қабілетін ұштастыра ерекше әсер еткен. Сонымен бірге ауылдың алтауызы ауыл мәдениетінің өзіндік сыны іспеттес болды. Осымен шарамызға келіп, қонақ болып қатысқандарыңызға көптен көп. Біраз мәлімет жинадық, осымен сіздерден де мәлімет алдық. Рахмет сіздерге. Келесі кездескенше